Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. Ғалымдар айтады, құрылыс салу жеңіл дейді. Қазір тіпті біз оның куәсі болып отырмыз. Азғантай уақыттың ішінде небір үйлерді сап тастайды адамдар. Неше түрлі қылып. Ал бірақ адам жасау қиын дейді. Біз қала тұрғыздық. Мақтанышымыз, қуанамыз, көбейе берсін. Бірақ біз осы 25 жылда адам тәрбиеледік бе? Кешегі тәуелсіздікте дүниеге келген қазақ бүгін 25-ке толды. Сол діні үшін, жері үшін, елі үшін құрбан бола ала ма? Әлде елін тонауда ма? Сондықтан жаңағы біз ешқайда алаңдамай, өзіміздің шаңырағымыздағы балаларға қарай беруіміз керек. Әр қазақ өзінің отбасына қараса, қазақтың қоғамы түзеледі. Сондықтан құрметті ағайын, отан отбасынан басталады деген сөзді біз негізге алуымыз керек бүгінгі кезде.